Мен Пінжабай Оразкүл, Қытаймен бизнес курсының 7-ші поток түлегімін. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің 2-ші курс студенті. Біз Қытаймен бизнес мастер-классына негізінен 2-ші рет көргеннен кейін қатыстым. Себебі басында Қытаймен бизнес тренингіне баса сенімсіздік болды. Себебі біз өзіміз Шымкент қаласында бутигіміз бар, сонымен айналысып келдік. Онда Алматыдан және Харгостан тауарларды алып келіп жүрдік. Бірақ Қытайдың негізгі зауытынан тікелей тауар алуға сенбедік. Мен өзім негізінен Астана қаласында оқимын. 5 шубаға заказ бердім. Біз шубаны 11.500 теңгеден алдық, 5 шубаны 57.000 теңгеге, және де оны Шымкент қаласындағы нарық бағасы бойынша 60.000 және 70.000 көлемінде саттық. Осы практикалық жұмыс барысында мен 245.000 теңгені нақты өзімнің пайдама қалды. Негізінен студент үшін 21.000 теңгенің стипендиясы ол ештеңеге жетпеді. Және де мен осы курсты оқу барысында бір айға жетпес көлемде 245.000 теңге деген студент үшін өте көп ақша. Бастапқы тестілеу өзіміз көру үшін біз 20 брендтік сумкаларға заказ бердік қазіргі таңда. Ол жақында келеді. Және де оның Шымкентке жеткізу бағасы 1250 теңгені құрады. Сол сумкалардың бағасы дәлірек айтсақ, Астанадағы Артем базарында 7000 теңгеден сатылып жатыр. Пока біз осы тестілеуге берген 20 штук сумканы қазіргі таңда келуін күтудеміз осы Астана қаласына. Қытаймен бизнесті жүргізетін Елдосқа рахмет. Ақшаны оңай тауып алуға болатынына көзім жетті.